Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Allah Teala'ya sansız madat, ardaқты Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ga, onun otbасы мен барлық сахабаларына салауаттар мен сәлемдер болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, қадірменді бауырлар, баршаңызға күндердің төресі, жұма күні мүбәрәк болсын. Асыл дініміз ислам, иман еткен жандардың өзара туыс бауыр екендігін айтады. Қасиетті Құранның Әл-Имран сүресінің 103 аятында Алла Тағала Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Вазкуру ниъматаллахи алейкум из кунтум а'даан фааллафа байна қулубикум фаасбахтум биниъматихи ихвана. Сондай-ақ өздеріңе Алланың берген нығметін еске алыңдар. Өйткені бір-біріңе дұшпан едіңдер. Жүректеріңнің арасын жарастырды. Оның игілігі менен бауырға айналдыңдар деп Алла Тағала айтқан. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлем болсын. Насихаттың алғашқы кезеңінен бастап мұсылмандардың өзара бауыр әрі туыс екендігін жариялаған. Бұл біздің өзара бірлікте болып, бауырмал болуымыздың қаншалықты үлкен маңызға ие екендігін көрсетеді. Ғалымдарымыз бауырмалдық пен бірлікті жайқалы өскен тоғайға теңеген. Себебі тоғай өсіп, бұтағы көбейген сайын қуаттанып, оған қатты жел әсер ете алмайтындай, ауызбіршілігі мен бауырмалдығы мығым елге ешқандай жамандық теріс әсер тигізе алмайды. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Мұсылмандар бір-біріне бауырмалдықта, мейірімділікте, қарым-қатынаста бір бүтін дене іспеттес. Егер оның бір ағзасы ауырса, қалғаны ұйқысыз және де ыстығы көтерілуде онымен бірге болады деп айтқан. Имам Бухарида, Имам Муслимда келген хадис. Денені құрайтын ағзалардың бірігіп дұрыс жұмыс жасағанындай, дененің сау болатындығы сияқты қоғамның мүшесі саналатын адамдар да өзара бауырмалдық пен бірлікте болса, ол қоғам өркендеп гүлденеді. Мұсылман адам өзге адамдармен қарым-қатынаста өзара бауырмалдықтарын арттырып, амалдарды атқарып, бауырмалдық пен бірлікте сызат түсіретін істерден сақ болуы қажет. Бауырмалдықтың артына себеп болатын амалдар мынадай. Бірінші, жақсы көру. Адам баласының тура жолда екендігінің бір көрінісі өзге мұсылмандарға деген жүрегінде сүйіспеншілігі болуы. Осы себепті де ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Сахабалардың қарым-қатынасы терең махаббаттың аясында болуына аса мән берген. Хадис шарифте 3 сипат бойында табылған адам иманның дәмін сезінеді. Алла мен оның елшісін барлық нәрседен артық жақсы көрген. Бір адамды жақсы көрсе, тек Алла разылығы үшін жақсы көрген. Отқа қалай түсуді қаламаса, дәл солай күпірлікке оралуды қаламаған адам деп айтылған Имам Бухарида. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі мұсылмандардың арасындағы өзара сүйіспеншілігінің ең көркем үлгісін көрсете білген. Тіпті әрбір сахабасына деген жеке құрмет пен ілтипат танытуынан олардың әрбірі Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям мені барлығынан артық жақсы көреді деп ойлайтын болған. Кей уақыттарда Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, сахабаларына деген сүйіспеншілігін білдіріп те отыратын. Мысалы, Муғаз, Алла оған разы болсын, ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, оның қолынан ұстап, Муғаздың қолынан ұстап. Я Муазу, валлаху инни ла ухиббука фа'алун усика. Я Муазу, ла тадa'анна фи дубри кулли салатин тaqulu. Allahumma a'inni ala zikrika
ва шукрика ва хусни ибадатик. Я Муғаз, Алланың атымен ант етемін, расында мен сені жақсы көремін. Я Муғаз, мен саған әр намаздан кейін мынаны айтуды міндеттеймін. Я Алла, маған өзіңді есімде ұстауға, саған шүкірлік етуге және көркем түрде құлшылық етуге көмектес деп айтқанын жеткізген Әбу Дәуудте. Яғни адамдардың бір-біріне деген құрметі мен сүйіспеншілігін жеткізіп айтып отыруы, ардақты пайғамбарымыз оған Алла саллаллаху алейхи ва сәлемі болсын, көрсетіп кеткен көркем өнегелерінен Анас ибн Малик, Алла оған разы болсын, бір кісі пайғамбардың оған Алла саллаллаху алейхи ва сәлемі болсын қасында тұрғанда олардың жанынан әлде бір кісі өтіп кетеді. Сонда әлгі кісі пайғамбарымызға: "Я Алланың елшісі, мен мына адамды жақсы көремін" дейді. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям ол кісіге: "Сен бұл жайында оған айттың ба?" деп сұрайды. Ол кісі: "Жоқ" дейді. Сонда Алланың елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, онда бұл жағдайда оған хабар ет дейді. Әлгі кісі өтіп кеткен адамды қуып жетіп: "Расында мен сені Алланың разылығы үшін жақсы көремін" дейді. Ол болса, мені кім үшін жақсы көрсем, ол да сені жақсы көрсін деп жауап қайтарған екен. Мұсылманның өзгелерге деген сүйіспеншілігі тілмен ғана емес, оларға жанашыр болуы, жәрдемдесу сияқты істерменен де көрініс табуы қажет. Қисса, ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын хадисінде мынадай қиссаны баяндаған. Бірде бір адам басқа ауылда тұратын бауырымен көрісу үшін жолға шығады. Ал Алла Тағала оған жолда кездесетін бір періштені жібереді. Ол адаммен жолда кездескенде: "Қайда бара жатсың?" деп сұрайды. Ол адам айтады: "Мен ана ауылда тұратын бауырыммен жолығуға бара жатырмын" деп жауап береді. Періште сұрайды: "Сен оған бір жақсылық жасаған шығарсың. Ал енді сол жақсылығыңнан бір пайда таптың, кел бара жатқан шығарсың" дейді. Ол адам айтады: "Жоқ, расында мен оны Алла үшін жақсы көремін" деп жауап береді. Сонда періште: "Мен болсам, шындығында сен ол адамды Алла үшін қалай жақсы көрсең, Алла да сені солай жақсы көреді" деп айту үшін саған Алладан жіберілген періштемін деп жаңағыдай жеткізеді. Екінші, сыртынан дұға ету. Мұсылман адам өзі әрі өзгелер үшін де жақсылық тілеп дұға етуі қажет. Алла Тағала қасиетті Құранның Мұхаммед сүресінің 19 аятында: "Вастағфир лизанбика валилмуминина валилмуминат" күнәларының кешірулерін тіле, әрі мұқмин ерлер менен мұқмин әйелдердің де күнәлары үшін жарылқау тіле деп бұйырған. Бұл аяттарда Алла Тағала ардақты пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өзі әрі басқа да мұқминдер үшін дұға етуін бұйырған. Қасиетті Құранда және де ардақты пайғамбарымыздың хадисінде айтылған дұғаларға назар аударар болсақ, мұсылман адам өзі үшін дұға еткеннен кейін өзгелер үшін де дұға етуі керектігі баяндалған. Мысалы, қасиетті Құранның Қашыр сүресінің 10 аятында: "Аузубиллахи минашшайтанирражим. Роббана гфир лана ва лиихванина ва лиихванина аллазина сабақуна бил иман ва ла таджал фи қулубина ғилла лиллазина аману." Раббымыз бізді әрі бізден бұрын иман келтірген бауырларымызды жарылқай көр. Әрі сондай иман келтіргендер үшін жүрегімізде бір кірбеңдік қылма. Раббымыз, шүбәсіз сен тым жұмсақ, ерекше мейірімдісің делінген дұға айтылған. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, мұсылманның бауырының сыртынан жасаған дұғасы қабыл. Өйткені оның басының жанында өкілетті періште тұрып, ол бауырына
бауырына жақсылық дұға тілеген сайын өкілеттік періште де әмин, саған да сол нәсіп болсын деп айтады екен. Имам Муслимда жеткізілген хадис. Хадистен түсінгеніміздей, қандай да бір мұсылман өзге мұсылман үшін дұға ететін болса, ол адам үшін періштелер жақсылық тілеп дұға етеді. Осыны естіген мұсылман жан дұғасында бауырларын да тастамай қамтыған жөн. Мысалға Абу Дарда өзінің дұға қылған кезінде, Алла ол кісіге разы болсын, мен бауырларыма дұға қылған кезде бір парақ қағазға жазып, 70-тен асатын өзінің бауырларын, достарының аттарын жазып, соларға дұға қылады екен. Біреуін ұмытып кетпейін деп қағазға жазып қойып тұрып, жаңағыдай сол кісілерге дұға жасайды екен. Енді үшінші біздің жақсы осы сипатымыз жақсы ойда болу. Жақсы ойда болу деп мұсылмандар турасында жақсы пікірде болып, оларға дәлелсіз күдік танытпау, күнәлары менен айыптарын тіміскіленеуді айтамыз. Алла Тағала қасиетті Құранның Құжра сүресінің 12-ші аятында Астағфирулла, я айюхаллазина аману жтанибу касиром миназ-зонни, иннал ба'даз-зонни исмун дейді. Ей мүминдер, күмәннің көбінен сақтаныңдар, өйткені күмәннің кейбірі күнә деп айтқан. Мұсылман адам өзге бір мұсылман турасында ешбір дәлелсіз жаман ойлауына, сол ойға сүйеніп, негізсіз пікір айтуына болмайды. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Iyyakum зонна, fa inna зонна акзабул хадиси. Жаман ойдан сақ болыңдар, өйткені жаман ой сөздің ең жалғаны деп айтқан екен. Бухарида, Муслимда келген хадис. Мұсылмандық ұстанған сайын қандай да бір мәселенің нақты анық-қанығын білмесе, адам баласы әуелі жақсы ойда болу қажет. Өзге адам жайында жақсы ойда болу адамның жан дүниелігінің тазалығының көрінісі. Ал керісінше басқалар жөнінде дәлелсіз жаман ойда болу жүректің рухани дертке шалдыққандығының белгісі. Сол себепті де бұрынғы данышпан аталарымыз, егер бауырларымның бойынан бір кемшілік көрсең, оған 70 түрлі ақтау ізде. Ол 70 түрлі ақтауды қабыл ете алмасаң, не деген қатайған жүрек едің деп жүрегіңді айыпта делінген сөз қалдырған. Ибн Мас'уд, Алла ол кісіге разы болсын, бауырларының бір күнә істегенін көрсеңдер, Раббымыз оны масқара қыл. Уа Аллам, оған лағнет жаудыр деген сөздер айту арқылы шайтанға жәрдемші болмаңдар. Керісінше, Раббымыз оны жарылқай көр, оған тура жолыңды нәсіп ет деп айтыңдар деген екен. Мұхаммед Мұстафаның оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын сахабалары ретінде біз ешкім жайында оның қай жолда өлгенін білмегенімізше еш нәрсе айтпайтынбыз. Өмірі жақсылықпенен аяқталса, жақсылыққа қауышты деп айтатынбыз. Егер жамандық жолда дүние салса, ол жайында бір нәрсе айтудан қорқатын едік дейді. Өлгендердің туралы тек қана жақсылығын айтыңдар, жамандығын айтпаңдар дейді ғой. Сол. Төртінші, кешірімді болу. Адамдардың теріс мінез құлқына сабыр ету, қателігіне кешірімменен қарау, жақындық байланысты үзіп алмас үшін аса маңызды амал. Кешіру оңай амал көрінгенмен де адам нәпсісіне өте ауыр іс. Себебі кешірім қажетті жағдайда нәпсі адамды терең ойландырмай, жүрекке ренжіген адамға деген жеккөріш, ыза, кек салады. Осы кезде Алланың разылығын ойлап, оның кешірімін үміт ете отыра, өзгенің
қателігін кешіре білу ұлы амал. Хасан аль-Басри, Алла ол кісіні рахымына алсын, сол үшін де мүминнің ақылағының ең абзалы кешірімдік деп айтқан. Өкпелеу, ренжу, көңілге алу әркімнің де қолынан келеді. Алайда кешіру жүрегіне иман ұялаған, Алла Тағаланың кешірімін үміт ететін құлдарға ғана тән қасиет. Осы себепті де қасиетті Құранның Шуара сүресінің 43-ші аятында Астағфирулла وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Әрине, кім сабыр етіп, кешірімді болса, дау жоқ. Істердің ең маңыздысы осы деп айтқан. Ислам діні адамның ашуланып, қайта сол ашуының басылатынын, табиғатын ескеріп, өзара ренжіскен мұсылмандардың татуласулары үшін арнайы уақыт береді. Осы уақыт аралығында ренжіскен екі мұсылманның біреуі не екеуі өзара татуласуға қадам басып, кешірім сұрауы қажет. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Өзінің хадисінде бір-біріңе өш болмаңдар, бір-біріңе көре алмаушылық қылмаңдар, бір-біріңнен теріс бұрылмаңдар, бір-біріңнен қарым-қатынасты үзбеңдер. Алланың құлдары, бір-біріңе бауыр болыңдар. Мұсылманға бауыры үшін 3 күннен артық уақытта тастап кетуіне болмайды. 3 күннен артық ренжісіп, кек сақтап жүріп, татуласпай жүріп қалуға болмайтындығын жеткізеді. Қазақ халқында жақсы адамның ашуы шайыр ауыл кепкеше деп айтатыны осы. Ашуды басып тезірек кешірім сұрау жақсы адамға тән қасиет екендігін айтады. 5-ші, қуаныш пен қайғыда ортақтасу. Халқымызда күйесіз қазан жоқ, қайғысыз адам жоқ дегендей, өмір болғаннан кейін жақсылығы мен жамандығы, қуанышы мен қайғысы қатарласып жүреді. Өзге бір мұсылманның басына сондай қиыншылық пен қайғы келген жағдайда мұсылман адам оған бей-жай қарамай, шамасы келгенше көмекші, жәрдемші болуы қажет. Жай уақытта адамдардың дос, жақын бауыр атануы оңай, бірақ нағыз жақындық адамның басына қиыншылық келген кезде сыналады. Абай Хакім атамыз айтады: жаман дос көлеңке, басыңды күн шалса қашып құтыла алмайсың. Жақсы дос басыңды жаман дос басыңа қайғы келсе, ол досты таба алмайсың дейді. Яссауи бабамыз айтады: қан көңілдің қайғысына дауа бол, жолда шаршап шалдыққанға сая бол деп айтқанындай, адам басына келген қуанышқа ортақтаса, ол одан әрі қарай артады. Қайғыға ортақтасса, қайғы сейіледі. Ендеше жақынның басына қайғы келген жағдайда мұсылман адам оның селеуіне себепші болып, өзінің рухани жақындығы менен туысқандығы амалы арқылы дәлелдеуі тиіс. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Әл-муъмину лил-муъмини кәл-буньян, яшудду ба'духу ба'дан, ва шаббака байна асабихи би'ихи. Мүминдерге қатысты бір-бірімен қатайтып тұрған бүтін құрылыс іспеттес деп екі қолының саусақтарын бір-біріне кіргізіп айқастырғанын айтылады имам Бұхарида. Хадистен дененің бір жері ауырса, сол дертті бүкіл дене сезетіні сияқты,
мұсылмандар да қайғы мен қуанышта бірден еспеттес, бір-бірі үшін уайымдап жанашыр болуы керек. Қадірменді жамағат, ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Өзінің осы бір үлкен хадисінде кімде-кім осы дүниеде мүминнің уайым қайғыларының бірін сейілтсе, Алла Тағала оның қияметте уайым қайғыларының бірін сейілтеді. Кімде-кім қиналып жүрген адамның жағдайын жеңілдетсе, Алла Тағала оның осы дүниеде және ақыреттегі қиыншылықтарын жеңілдетеді. Кімде-кім мұсылманның кемшілігін жасырса, Алла Тағала оның дүниеде және ақыретте кемшілігін жасырады. Қандай да бір пенде бауырына жәрдемдескен сайын Алла Тағала ол пендесіне жәрдем етеді деп айтқан екен. Қазіргі күнде өздеріңізге белгілі бауырлас түрік елінде болған жер сілкінісі кезіндегі жағдайды баршамыз естіп көріп отырмыз. Мемлекетіміз тиісті дәрежеде көмек көрсетіп шараларын жүзеге асырып жатыр. Біз де бауырлас елдегі жағдайда бейжай қалмай, қолымыздан келгенше жәрдемдесіп, ең болмағанда дұға етіп, жанашырлығымызды танытуымыз қажет. Алла Тағала елімізге амандық, халқымызға тыныштық берсін. Дініміз исламға қуат берсін. Енді мына жерде реквизитте жазылған жерге өздеріңіздің аз да болса, көп болсын, өздеріңіздің көмектеріңізді жасап, өздеріңіздің достықтарыңызды білдіріңіздер ағайын. Алла Тағала біздің дұға тілектерімізді қабыл етсін. Сол жақтағы бауырларымызға бір дұға жасап қояйық. Амин. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu vesselamu ala khayri hulkihi Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ajma'in. Ya barboz жаратушы иеміз Алла Тағала, өзіңе ғана сыйынамыз, өзіңнен ғана жәрдем сұраймыз. Я Алла Тағала, осы жер сілкінісінен апатқа ұшыраған бауырларымызға Алла Тағала өзің жәрдеміңді бере көр. Қаза болған бауырларымызды Алла Тағала өзің жәннатыңды нәсіп ете көр. Алла Тағала амандық беріп, дендеріне саулық беріп, елімізге амандық, жұрттарымызға тыныштық берсін. Алла Тағала өзі жәрдемші болсын. Алла Тағала өзі панасын алсын. Өзі көмекші болсын. Алла Тағала. Робби яссир ва ла туассир, сахил алейна я Робби атамин бил хайр. Аллахумма салли ala sayyidina Muhammad ve ala ali Muhammad ve sallim. Bi rahmetike rahmanur rahimin. Allah.